Марат Әли Талғатұлы, Юрий Гагарин атындағы орта мектебі 7-А сынып оқушысымын. Жігіт Сұлтандар байқауының үміткерімін. Сіздерді мен видеоролик арқылы ұлы даланың жеті қырымен таныстырмақшымын. Қазақстан алман мен қызғалдақтың отаны, ұлы жібек жолы, түркі әлемінің бесігі, алтын адам, аңыз стилі, ұлы даладағы ежелгі металлургия. Соның ішінде мен сіздерді атқамінер мәдениетімен таныстырамын. Жылқыны қазақ халқы ежелден қастерлеген. Осы бір қасиетті түліктің қазақ халқы үшін орны өте ерекше. Қазақ үшін жылқы тектіліктің бірден бір нышаны. Жарынан кейінгі жақсы көретін жан серігі, қасиетті қанына сіңген жануар ол жылқы. Ат ер қанаты деп ұғынатын қазақ халқының дүниетанымы мен тұрмыс салтында күнделікті шаруашылық өмірінде жылқының алар оны зор атқа міну мәдениеті мен жылқы шаруашылығы жер өзінде ұлы даладан тараған. Әр нәрсенің өз мәдениеті болады. Сол секілді атқа мінудің де өз мәдениеті бар. Атқа ер-тоқым салып, қолайлы киім кию өзіңе де атқа да ыңғайлы. Ер-тоқым екі жаққа да, атқа да, адамға да қолайлық тудыру мақсатында жасалған. Сіздерді өзімнің білетін ер-тоқым жабдықтарымен таныстырамын. Денгі, төсайыл, айыл, шабайыл. Мынау қанжыға. Алыс жолдарға шыққанда қоржын, сондай байлайды. Мынау шпек аттың астына салады. Мынау қас, мынау ағашы, мынау жүген, мынау тізгіні, мынау мұрынды тұмсықты, мынау шекелігі, мынау ноқтасы, мынау ауызға астын басар беріп